Гүлбану Баубекқызы, жалғызбасты Жәмила жар іздейді. 10 жыл отасқан күйеуі Марат өзін тастап, басқа елдің етегін ұстап кетіп қалғанына біраз уақыт болды. Тағдыр қырынан қараймын десе оңай екен ғой. Бас аяғы бірақ күнде қаншама жыл сүйіп күйген, тірнектеп қаланған отбасының әрбір кірпіші тас талқан болып, шашылып қалғандай. Жаңа қорған жаққа демалып қайту үшін кеткен Марат қайтып оралмады. Келеді-ау деген уақытынан кешіккен соң, онысы қызметіне кедергі келтіріп жүрер деген оймен ақысыз демалыс туралы ақылдаспақшы болып, өздерінің жақын танысына Мараттың бастығына хабарласқан еді. Да деп жауап қатты қатқыл дауыс. Жәмила екенін телефон шалуының түпкі себебін білгенде барып, ол абдыраған дауыспен: Сен не ештеңе де білмейтін бе едің?" деп сұрады. "Нені білуім керек еді? Не жасырып тұрсың?" Жәмила оның өзіне қарсы сұрақ қойды. Ол осыдан 2 күн бұрын келіп өтініш жазып қалдырған. Яғни өз еркімен жұмыстан шығып кетті емес пе? Келді дейсің бе? Қалайша, сонда ол үйге келмей қайда жүр? Ол жағын айтпады, себебін сұрап едім, семьялық жағдаймен ғой деді. Мұнысы қызық екен. Әлде аяқ асты ел жақтан жаман хабар алды ма? Тіпті үйге де келген жоқ деп аптырай сөйлеген Жәмила әлденеге алаңдағандай болды. Кешір мазаңды алғаныма. Жәмила, аса уайымдама, бір жөні болып қалар. Өзің хабарлап айтарсың. Ол мен жұмыста жүргенде үйге келіп кеткен шығар деген оймен киім шкафын ашып қарады. Костюм шалбары, көйлектері, аяқ киімдеріне дейін ешкім тимеген. Бәрі өз орнында тұр. Аң-таң болған Жәмила жұмыс қағазы салынған дипломаттың бір шетінен шығып тұрған ақ конвертті көзі шалды. Өзіне арналған хатты қолына алып оқи бастады. Жәмила, мына менде ақымақтың бұл қылығын кешір. Айтуға көптен бата алмай жүредім. Өз қолымды өзім кесуге дәтім бармады. Жағдай солай болып қалды. Осыдан 2 жыл бұрын бір әйелмен төсектес болған едім. Ол баста бұл ісмен немқұрайды. Жай әншейін біліп ұсату ретінде қарағаным рас. Содан бері енді қазір бір ұл, бір қызым бар. Ара-тұра командировканы сылтауратып барып, көмектесіп тұратынмын. Енді ол мұнымды асынып шантаж жасамақ түрі бар. Ол келіп саған шаптығып, жаныңды жаралатқанша, абыройымды түктірткенше өз қолыммен істегенімді мойныммен көтеруге бел будым. Оның үстіне балаларымды қимаймын. Жәмила, сен күнәлі емессің бұған. Сенің әйелдік адал көңіліңнің алдында өмір бойы басымды иіп өтермін. Сен биіксің. Мен сенің тырнағыңа да тұрмайтын жанымын, кешір мені, бақытты бол. Марат. Қорғасындай жылы шындық қақ төбеден қойып қалып, Жәмиланы есеңгіретіп тастағандай. Меңзең күйде орындыққа сылқ етіп отыра кетті. Қалшиған күйі қанша уақыт отырғаным белгісіз. Жүрек тұсын сығымдап, шымшылаған бір нәрсе жағымсыз әсер қалдырды. Керелеңдеп орнынан тұрған ол төрдегі диванға әзер жетіп, құлай кетті де өксіге баса алмай үйді басына көтеріп еңіреп жылаған еді. Сол жатқаннан кеш қарауыта орнынан бірақ тұрған ол жуынатын бөлмеге кіргенде өз кейпінен өзі шошыды. Бірақ күнде жағы құшиып, жанары сөніп, шашы жан-жаққа ұйпа-түйпаланып әбіршіп кетіпті. Мына түрін көріп тағы да еңкілдеп, иығы селкілдеп жылап алды. Ішін қыжылдатқан қыжылбасылар емес. Жарқырап, жайнап тұрған дүние мүлік, жылтырақ атаулының бәрі жанына жамау бола алмай, қараң қалғандай. Қараңғы бөлмелерде көрден еш айырмасы жоқ, мүлгіген өлі тыныштық. Білеуленіп ісінген көзін суық сумен ұзақ шайып, енді не істеймін дегендей айналасына шарасызданып қарады. Жарық күні енді қайтып жарқырамастай, кеудесін ауыр мұң басқан. Ешкіммен де сөйлескісі жоқ, еш нәрсеге құлқы да соқпады. Телефонды суыртып тастап, біресе жылап, біресе күліп, жанын қоярға жер таппай көрер таңды көзімен атқызғанды. Ол сені тастап кетті, ол тастап кетті. Бейшарасың байғұс Жәмила деген сайқымаса ой санасын тұмшалап алған. Күні ертең бәрі де солай деп, сұқ саусағымен мұны көрсетіп күлетіндей көрінеді. Қызмет орнына да бармай 2 күн бойы жалғызсыздықтың жапасын шегумен болды. 3-ші күні қызметтес құрбысы Сәния мұны іздеп үйіне келгенде, есік ашқан Жәмиланың түрін көріп, ол не айтарын білмей аптырап қалды. Есенсің бе, не болған саған деген құрбысының сұрағына жауап та бере алмай, басын оның иығына салып еңкілдеп жылай берді.
Қолтығынан демеп шашынан сипаған сайын оның сол әрекеті көңіл түкпіріндегі ашу наланы сыртқа лықсытты ма, көз жасы таусылар емес. Жәмила бостан-босқа көлдетпей айтшы не болғанын. Ол болса үнсіз. Марат қайда? Қара жамылатындай, ақ ұратындай ол жайлы бір нәрсе естідің бе? Деп сұрады Сәния. Мен Мараттан айырылдым, деді Жәмила өксігін баса алмай. Қой, не деп тұрсың? Қалайша емделуге кетті деп едің ғой? Жол апатынан ба? Әр сұрағына басын шайқаған Жәмиланың мына қылығына түк түсінбеген құрбысы шыдай алмай. Не сонда, жұмбақтамай айтшы, деді. Қара басым қалды, одан тірідей айырылдым. Біремен ұстап алдың ба? Жоқ, ол мені тастап кетті. Өй қаңғабас ит, о зуылдақ, о жылмақай. Оның сөйтерін сезген едім, соңғы кездер жібектей сұлсылдауы жаман еді, нәлеттің. Бәсе, Сәния доғаршы, мені одан әрі түмпештегендей болдың ғой. Сен емес, ана тұрғанды айтамда, сенен артық кімді тапты дейсің сол идиот. Қалай болғанда да бар шындық осындай болып тұр, не істеймін, жұмыстан шығып кетсем бе екен? Не дейді? Деді аузын ашып, көзін жұмған құрбысы. Сене деп тұрсың, енді жетпеген сол болдыр еді. Пысық құрбысы сол күні үйде қонып екеуі ұзақ таңға еркін сырласты. Ертеңінде жетектегендей боп өзімен бірге жұмысқа да әкелді. Бірақ ешкімге еш нәрсе деп сыра шықпауға келіскен болатын. Басқалар Жәмиланың ауырып қалдым деген сөзіне сенгендей қалып білдірді. Басыңа іс түскенде кімнің кім екенін, ал өзіңнің қандай екеніңді білерсің деген рас екен. Көңіл жұбанқан нәрсе, шүкір, өзін қадірлейтіндей баршылық екен. Тәлкек қылмай қол ұшын ұсынуға тырысты. Араласып жүрген құрбылары алғашында ақыл десе ақылы, көрік десе көркі бар. Мінезі жібектей Жәмилаға жанашырлық танытып, мұңды күйден арылтуға тырысты. Көңілін басқаға аударғылары келгені ме, үйлеріне қонаққа жиі шақырып бастаңғы жасайтын. Алайда сырт көзге қағанағы қарқ, сағанағы сарқ, дым болмағандай түр танытса да, Жәмиланың ішкі дүниесі әлем жәлем еді. Сыздауызша сыздатқан жан жарасын бір жола кетіре алмай, мазасыз күйде жүрді. Балақтан тартқан балам да жоқ, кімге керекпін, кімге қарайлаймын деп мәнсіз тірлігіне іші удай ашып сүлесоқ күйде болды. Өткенде мойнына тұзақ салып өлек қалғысы да келген. Жуынатын бөлме, ваннаға кіріп төбедегі кір жаятын ұзын темірге Мараттың сұр түсті галстугын ілмектеп байлап, тұзақты мойнына салды. Азы жыбырлап жаратқан иесінен әке шешесінің аруағынан кешірім өтіне сиынып, тәуекел деп бар салмағымен төмен тартып асылды да қалды. Жан тапсыру оңай емес екен. Қыл тұзақ қылқындырғанда ауа жетпей өкпесі қысылып тынысы тарылды. Бойы ауырлап ұйқы басып бара жатқандай көзі жұмыла берді. Соңғы темі біте бастағанда жанталаса тыпырлаған оның аяғы әлденеге тиді де шайқалып кеткенді. Дәл сол сәтте тұзақ байланған ұзын темір салдыр гүлдір етіп жерге түсті де Жәмила маңдайынан қол жуатын жерге соғып, есінен тана құлап түсті. Қанша жатқаны белгісіз есеңгіреген күйі есін жиғанда бар сезгені басы мең-зең, тұла бойы тоңазып қалыпты. Суретіле орнынан тұрып төсегіне келіп бірақ құлады. Маған өлімді де қимағаның ба дегенде әлденеге назалана, иығы селкілдеп ұзақ жылады. Жан айқайының жарықшағы көз жасымен бірге шығып жатқандай. Кейіннен өзінен өзі өлтірмек болған сол бір ойынан төбе шашы тік тұрып қатты шошынған еді. Бала дегеннен шығады бәрі. 10 жыл бойы бірге тұрса да құрсақ көтермепті. Тексеріліп ем-дом алып та көрді. Бәрі де орнында, алып бара жатқан ауруы жоқ. Оның үстіне күйеуі Марат та баламыз неге жоқ деп бетіне басқандай емес. Сонда оның Жәмиланы осыншама жерге қаратып кетердей мына қылығын қалай түсінуге болады? Жағдайын айтса ұғынысуға болатын еді ғой. Тіпті сол әйелмен де танысып бірге тұруға рұқсат берер ме еді, кім біледі. Енді міне ештеңеге керек жоқ заттай лақтырып тастап кете берді. Бар кінәсі еттегі қанап бала сүйі бақытынан. Құры қалғаны ма, неге бұлай істеді, неге жалғыздық? Жар құшағын аңсау қандай қиын еді. Уақыт жылжып өтіп жатты. Тең тұстарынан кейін қалмай, сүйікті жұмысын алданыш етіп жүріп жатқан Жәмила сол аз уақыттың ішінде көп нәрсені бастан кешіріп үлгерген еді. Сең соққандай болған сана сезімі әбден шаршатқан соң кезекті демалысын алып, теңіз жағалауында Ялтада демалып қайтты.
Таза ауа, жайлы төсек, дәмді тамақ, жаңа бейтаныс орта өзгеше әсерге бөліп өткен кеткенді сәл-пәл болса да ұмыттырғандай. Солай десе де өзіне көз салып көңілді білдіргендерге жібімей ат-тонын ала қашатын. Еркек атаулыға деген өкпе жек көрі сезімі аяғын тұсаулап алға бастырар емес. Бәрі де жалған, сөліңді зорып сығып алынған лимондай етіп лақтырып тастайды олар. Оның саған қажетіне деген ой көңіліне әлдебір қорқыныш ұялатып, ашық әңгімеге, ойын көкілге араластырмайтын. Кімге болса да күдікпен үрке қарайтынды шығарды. Күйеуім Маратты қаншалықты ұмыттым десе де ол салып кеткен жары жазылар емес. Менікі дұрыс деп, өзін қанша тежеп, жұбатса да табиғат заңы басқаша ғой. Ыстығы сыртқа тепкен бұлаң денесі алаулап, күйдіріп жандырғанда бос жастықты мүти құшып, таң атқанша көз ілмей, аунақшыған күндері қаншама. Жәмиланың жан дүниесіндегі құбылыстың бәріне Сәния құрбысы ғана куә болып қасында болды. Қолынан келгенше жылы сөзін аямай, жассың ғой әлі, өз үмітіңді өзің үзбе. Мүмкін жылаған сенің әлі-ақ жайраңдап күлетін күніңе куә болармын деп жұбатады. Нағыз дос, нағыз жанашыр, сырлас деп соны айтты. Бір күні көрші келіншек Анар Жәмиланың көңілі көтерілсін дегені ме, бірыңғай әйелдер ғана боламыз деп қояр да қоймай әлде бір отырысқа ертіп әкелді. Қаладан тысқары, айналасы көк желекке бөленген оңаша жер. Коттедж типтес етіп салынған үлкен үйдің жеке саунасы бар екен. Келе сала сонда жуынып шайынып алған өзі қатарлас келіншектер бірі-бірін бұрыннан танитын-ақ тез шүйіркелесіп кетті. Көңілді отырыс асықпай ішкен шарап буып ойларына сіңген сайын сөзі уарланып, өсек аяң әңгіме айтып, емен жарқын отыр. Жәмила ғана тосырқағандай үнсіз. Жаңа мына Анар желімдей жабысып, жасыл түсті кеуе деген тәтті ликерден алдыртып қойды. Жәмила аз ғана ішсе де кәдімгідей күші бар нәрсе екен. Санасы масаңсыған сияқты ма бейжай күйде отыр. Жаңа әзірде ғана танысқан қара көз Катя атты келіншектің маэстро музыка деген зор даусын құптағандай. Өзі бірінші боп қол шапалақтап жібергені, мұнысын ерсі көріп қысылған Жәмиланы басқалары да мақұлдағандай қол шапалақтап уду басталып кетті. Емін-еркін өз білгендерімен би-билеп, үн таспаға қосыла ән салып жүрген мына әйелдердің бәрі бейне бір балабақшада балалар сияқты еш алаңсыз. Еркексі де тым жақсы көңіл көтеруге болады екен ғой деген бір сумаң ой санасына жылт етті де тез сөнді. Жәмила мұның бүге-шігесіне мән беріп жатпапты. Масайған әйелдердің қылжақы сөздері мезе етті ме, әлде ішкені буынына түсті ме, Жәмила бір түрлі ұйқы сұрап есіне береді. Сосын тіпті беймазаланған соң орнынан тұрып екінші қабаттағы бос бөлмелердің біріне барып киімін де шешпестен төсекке құлай кетіп, ұйқыға батып бара жатты. Түн ортасы ауа әлде бір беймәлім сыбыр-жыбырдан оянып кеткен. Санынан мыти ұстаған қол жоғарылай өрлеп еркін шарлап барады. Киім сыртынан болса да әсерлендірген жаңағы сумақай қол кенет қимылын тоқтатты. Іле-шала сыбырлай сөйлеген әйелдің ашулы үні естілді. Катя, сен не, мені азырқанып тұрсың ба немене? Жоқ, жай қызық үшін. Құмығып естілген әйел үн үзіліп, оның соңы әлдекімді шөпілдетіп сүюмен аяқталды. Ұйқылы ояу күйде не боп не қойған түсінбей қалған Жәмила басын сәл бұрып сол тұсқа көз тіккен. Ара көлге бөлмеде ештеңе анық көрінер емес. Өзі жатқан жерден сәл әріректе жұмбақ түрде қимылдасқан екеудің сұлбасы байқалады. Еркек кіндікті болмап еді, бұл қайдан жүр деп тітіркенген Жәмиланың ойы аяқталмай тағы да сыбыр естілді. Балжан, міне былай саған ұнай ма, деді әйел сыбырлай сөйлеп. Жауап орнына тәтті ыңырсынған, сәлде соң әр сөзін соза сөйлеген сыбыр. Қаны мынау? Жай жайлап, Катерден, сен бүгін тым ерекшесің ғой. Сөйлей бермесе ана оянып кетіп жүрер, алыстан арба айдағанда ұйқысы қатты екен мына сылқымның, деп сөйлеген Катя деген тағы да Жәмиланың санын сипамақ болып қолын созды. Катя, прекрати, сырын білмегенді сипалап қайтесің. Ол біз сияқты емес, мен сені одан қызғанамын деген екіншісінің сөзі аяқталмай, екеуі ара қыбыр-жыбыр жалғасын тапты. Мәселенің байыбын енді ұққан Жәмила гипноздап қойғандай қозғалар емес. Бейне бір видеотаспа көріп жатқандай қалшиды да қалды. Сәлден соң аналар да тынышып ұйқыға басты ма, пысылдай дем алғаны естілді. Таң сібірлеп атып келеді екен.
төмен сырғи жылжып дыбысын сездірмей орнынан тұрған Жәмила мына көріністен көзі ұясынан шыға бақырайып кейін шегіне берді. Масқарай, мынау бұл деген нағыз сорақылық қой. Анадан жаңа туғандай боп жалаңаштанып айрап-жайрап жатқан екі әйелдің мына жатысы көңіліне бір түрлі жайсыз әсер қалдырды. Мұндай келеңсіздікі бір-екі рет бейне таспадан көзі шалып қалған, бірақ оны мына өмірден көремін. Онда да мұндаймен қара көз айналысу мүмкін-ау деп ойламапты да. Ақырзаман келгенде қарап тұрған жігітке қыздың өзі артылар. Ал әйел болса өз жынысына елітіп ақыл есі жартылар дегенді естігені бар. Еркектен бір емес бірнеше рет көңіл қалған әйелде жан-жануарға, ит мысыққа үйір болады деуші еді. Солай болғаны ма? Осы біз не боп барамыз? Қайда барамыз, а? Ақыл сананы желікпе жеңіл сезім билеп, нәпсіні құлына айналғанымыз ба шынымен? Жан-жақтан қаумалаған сұрақтан қашқандай болған Жәмила аяғын жылдамдата басып төменге түсті. Өзін осында ертіп келген көрші келіншекті Анарды іздеп бөлмелерді шарлап жүр. Оған ас үйден орын тиген екен. Қалың ұйқы құшағында жатқан Анарды жұлқылап жатып оятып алды. Ұйқылы оялу ол Жәмиланың мына іс-әрекетіне түсінбей, ренжігенін білдіре бұрқылдап жүр. Не болды сонша, жатқан жерінен су шықты ма? Анар, бұл жерден 1 минутта аялдағым келмейді. Жүр дәл, қазір кетеміз, машинаңды оталдыр. Жәмила, жын қуғандай кетіп қалғанымыз ұят емес пе? Үй иесі жақын құрбыме айтып кетейін. Ал сен айтшы, не болды? Жәмила көргенін қай бетімен қалай айтасын, не деп ақталсын, үндемей алға созып сыртқа беттеді. Күн қызыл шапақтанғанымен Асқар тау биігінен әлі көріне қоймапты. Айнала мүлгіген тыныштық. Шырылдаған құстар үні ғана әуеде тербелуде. Алдағы тіршілік дүбірінен хабар айтқандай әтешетер жарыса шақырып қояды. Жаңа әзірдегі беті ашылған ұятсыз көріністен көңілінде орын тепкен жағымсыз әсерді мына табиғаттың бүлінбеген бейкүнә пәктігі жуып шайғандай. Жәмила өзі өскен ауылын еске алып еді, солқылдатқан сағыныш сазы жүрек тұсын шымшып өтті. Тылсым табиғаттың талай рет құдіретіне табынып, шуағына бөленіп, көзге ілінбес көрінісін тамашалағанды ұнатушы еді. Жусан иісі аңқыған сол жерде мәңгіге топырақ томпайтып қалып қойған әке-шешесінің мейірбан бейнесі елестеп өтті. Аялы алақанға, жылылыққа зәру жан дүниесі ылғи да осылайша қалтырайды да жүреді. Өмірдің тәттісінен гөрі ащысының дәмін көп көрді. Әлде тағдыр жазмышы деген осы ма? Не боп қалған мынаған, оталатын түрі жоқ. Жәмила, сәл алға итеріңкіреп жіберші деген Анардың ашулы даусы ой желісін үзіп жібергендей болды. Екеулеп жүріп, біраз әуремен машинаны оталдырды да, қала қайдасың деп жолға шықты. Кеудесі мысық тырналағандай болған Жәмила үнсіз қалып жол жағасына ойлана көз тігіп отыр. Уақыт өтіп жатты. Жасың 30-дың бел ортасына келгенде өзіне ерекше ұнайтын, жан-жақта 8 қырлы бір сырлы жігіттің сұлтанын кездестірем деу сирек орындалатын көңіл дәмесі ғой. Сері мінез көк етіктілер өз сыңарын әлде қашан тауып алған. Сәлде болса түйсігі бар әйел күйеуі жақсы болса, асылындай бағалап оңайлықпен айырылса қоймасы анық. Үй тірлігіне икемді жан ұясына жанасыр. Ақыл есі түзу еркектен безетін болса, ол қай бір оңған әйел дейсің. Алайда иығын шайтан басып, бар ынтызары далаға ауған еркекті мықтының мықтысы да ұстап тұра алмасы анық. Өз басынан жанын жабырқатып сондай жағдай өтті емес пе? Біле бір фирманың жарнама бөлімінде істейтін Жәмиланың айналасында ер азамат баршылық. Сәлемі түзу, тек жұмыс барысымен сөйлесіп араласқаны болмаса, одан әріге ешкімде аяқ аттап көрген емес. Сырт келбеті бір қараған жанға сұстылау көрінетін болған құрбысының, осы сен жұрттың мысын басып тұрасың деп әсілдеп айтқаны да рас шығар. Оның үстіне аузы күйген өрлеп шет дегендей өз басынан өткен жайсыз жай көңіліне еркек атаулыға деген сенімсіздік салқынын сеуіп кеткендей. Солай бола тұрса да өзіне жігіттердің назар аударғанын қалап тұратыны рас. Сырт сұлулығымен қоса ішкі жан дүниесін түсінер жақындықты, махаббат атты ұлы атауға лайық ынтықтықты аңсайтындай. 35 жас, бет жүзіндегі ұсақ әжімдер мен көз астындағы көктеңбіл таңбаны ісіңкі қабақты айнадан көрген сайын көңілі ортайып, мұңға бастырады. Мен осылайша мезгілімнен бұрын сола бастағаным ба? Жалғыздықтың салмағынан еңсем түсіп, жаншылатындай не істедім бұл тағдырға? Бір күні мұжырайған кемпір болып қалсам, бәрі кеш болады. Қой өз-өзімді бүйтіп мүжігенше серпілейін.
алға ұмтылып тірлік етпесем ешкім маған барын бақытын әкеліп сыйға тарта қоймас. Дәл мен сияқты әлденеден үміт еткен еркек кіндіктіден сыңарым бар шығар мына жалғанда. Жатқан тастың астынан су шықпайды деуші еді, тәуекел. Жәмила тобықта түйінге бекіп әлде бір шешімге келгендей. Қала ортасындағы еңселі ғимараттың бір бөлігін жалға алып, маңдайшасына жұбайлар бақыты деп жазылған танысу неге агентствосы табалдырығын Жәмила кібіртіктей аттады. Ұзын дәлізбен жүріп келе жатып, таныстарым кездесіп қалар ма екен деп өткен-кеткенге үрке көз тастайды. Ешкім кездеспеген соң қобалжыған көңілі орнына түсті. Танысу өтініштерін қабылдайтын бөлмеге кіргенде, аққұба өнді, жылы жүзді, толыққанды сары шашты орыс қызы өзін жылы ұшырай қарсы алды да бір түрлі аяушылықпен қарағандай ма: «Отырыңыз, мен Олеся Викторовна боламын. Сіз бізге келген шаруаңызды айта отырыңыз. Мен мәліметтерді компьютерге жинақтайын» деп алдына тұрған компьютеріне үңілді. Неден бастасам екен, мен жұлдызнама дағы басқа деректер бойынша өзіме лайықты, мінезі сай келетін азаматты іздеп келіп едім. Мүмкін болса, дұрыс келіпсіз, негізінде 25-30 жас аралығындағыларға сұраныс көп. Дегенмен іздеп көрейік. Сіз асықпай өзіңіз, қызметіңіз, туған жылы айыңыз туралы жалпылама сипаттама беріңіз. Мен соған орай сізге лайықты жанды іздестіріп көрейін. Осылайша өзара шүйіркелесіп тіл табысқан Жәмила өзінің жаңа ғасырда ескіше көзқарастан әлі де арыла қоймағанынан таң қалды. Заманда заңда адамдардың өзара арақатынасы да өзгеріске ұшырауда. Жан дүниесінің ішкі сырларын тереңге жасырып, құпиялап сырт көзге темірдей берік көрінгісі келетін жаңа адамдар легі бейне робот сияқты. Әйел, еркек аралас тізімдер каталогын қарап отырып, Жәмила ойға шомды. Ер азамат шынында да аз екен. Мұсылманмын дегендердің өзі тек уақытша көңіл көтеру үшін серік іздепті. Яғни бастары бос емес деген сөз. Жәмила өзінің мақсаты тұрақты жар іздеу екенін ескертіп өтті. Ол қиындау дегенмен күте тұрыңыз деген Олеся компьютерден басын алар емес. Тек сәлден соң, не кейіңіз, азды көпті болса да сізге үйлесімді болады деген екі жігітті таптым. Әлі де болса хабарласып тұрыңыз деп көрсеткен қызметіне 2000 теңгені алған Олеся Жәмилаға арнайы нөмірленген 2 конверт ұсынды. Рахметін айтып сыртқа беттеген Жәмила оны бірден ашып танысуға жүрегі дауаламады. Біреу тартып алатындай сығымтап ұстап үйіне жеткенше асықты. Үйге келген соң да жүрек сынып 2 конвертті қатар қойды да көзін жұма тәңіріне сыйынып екеуінің бірін таңдады. Екіншісін лақтырып тастауға көзі қимай кітап сөресіндегі тізілген кітаптың арасына сала салған. Сөйтіп екінші танысу хат ашылмаған, оқылмаған күйі қалған еді. Таңдап алғаны алматылық жігіт екен. Жеке пәтері, үй, жұмыс, телефоны бәрі бар. Ғылыми зерттеу институтының қызметкері, үйленбеген кәрі бойдақ. Өмірдің қызығы мен қиындығын тең бөлісіп тіл табыса аларлық жар іздепті. Әуелгіде әңгімені неден бастарын білмей іштей қобалжыған Жәмила телефон тұтқасын 10 шақты рет алып қайта қойды. Тек кешке қарай нар тәуекелмен оған телефон шалды. Жұмсақ дауысты ер адам сыпайы тіл қатты. «Я, тыңдап тұрмын. Кешіріңіз, мен неке агентствосының рұқсатымен сіздің мазаңызды алып тұрмын. Есімім Жәмила. Өте қуаныштымын, ұялмаңыз, ал мен ермекпін. Сұрағыңыз болса сұраңыз, жауап беруге мен әрқашанда дайын». Бейтаныс ермек көп нәрседен хабары бар, сауатты әрі сөзшең болып шықты. Аз уақыттық тілдесу кезінде тарихтан, психологиядан, философиядан, астрономиядан біраз нәрсенің басы шалды. Іші бауырына кіріп, сылдыр сөзімен баурап әкетіп барады. Әйел құлағымен сүйеді деген рас шығар деп ойлады Жәмила. Сонымен екеуі ара әңгіменің ақыры ертең кешкі 19:00-де орталықтағы кафелердің бірінде кездесетін болып келісті. Қызыға, қандай адам екен, тілі тәтті, діні қатты біреу болмаса екі еді. Не де болса барып көрейін. Қанша құпия болса да шешілмейтін жұмбақ жоқ.